Отбасының цифрлық картасы отбасы мен азаматтардың электрондық жаршысы. Бұл жүйеде мемлекеттік органдардың барлық дерекқоры жинақталған. Онда табыс деңгейі, жылжымалы және жылжымайтын мүліктің болуы, отбасы құрамы, кредиттің болуы және тағы басқа да ақпараттар қамтылған. Отбасының цифрлық картасы азаматтардың әлеуметтік әл-ауқатының деңгейін айқындауға және оларға проактивті форматта кепілдік берілген мемлекеттік қолдау көрсетуге мүмкіндік беретін ақпараттық жүйе. Бұл ақпараттық жүйе азаматтарға проактив форматта, яғни алушының өтінішін күтпей-ақ көмек көрсетуді көздейді. Еске сала кетейік, отбасының цифрлық картасы 2022 жылдың 1 қыркүйегінен бастап пилоттық режимде іске қосылды. Бастапқыда жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдердің 5 түрі бойынша жаңа форматта қызметтер алу мүмкіндігі ұсынылды. 2023 жылы әлеуметтік қорғау саласындағы қызметтер тізбесі кеңейтілді. 2024 жылы 1 қаңтардан бастап денсаулық сақтау және білім беру салаларындағы мемлекеттік кепілдіктер енгізіледі. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап денсаулық сақтау және білім беру салаларындағы мемлекеттік кепілдіктер енгізіледі. 2025 жылдан бастап жоғарыда аталған 3 салада мемлекеттік кепілдіктердің барлық түрі қамтылмақ.